Тамириске кир талап қояды. Менімен үйлен, балаңды сол кезде жіберем деген сияқты талап қояды. Дұрыс. Соны Тамирис бірақ онымен келіспейді. Ол өзінің елін ойлайды, жерін ойлайды, өзінің мүддесін ойламайды. Сол кезде ол қорлыққа шыдамаған Спаргапсис өзіне қол жұмсап қаза табады. Дұрыс. Осы жерде әкесі Балқашқа айтады: соңғы рет маған дай патшалығының семсерін бер, ұстап көрейін дейді. Сол семсерді алып өзіне қол жұмсайды. Бұл жерде сонда баласының елге жасаған сатқындығын сезініп, өз-өзін өлімге құшады. Жақсы. Сюжеттің шарықтау шегі Кирдің өлімі. Ал бұл туралы не айтасыздар? Мына суретке қарасаңыздар, анық көрініп тұр. Енді бұл тарихи шындықта, тарихта болған оқиғадан кішкене алшақтық бар, балалар. Ал Кирді кім өлтіреді? Ал Кирді кім өлтіреді? Жауап береміз. Тамиристің күйеуі Балқаш. Дұрыс, Нұрбану. Өлтіріп, Тамириске әкеп береді. Жақсы. Сосын Тамирис Кирдің басын алып, басының қалы тоңған батырады да, соған батырып, сондай қанға толы қапшық сияқты неге басын батырады? Қанға толы торсыққа салады. Өзінің еліне жолдайды. Еркен дұрыс айтасың. Парсы еліне толы меске салып, жаңағы меске жібереді. Енді балалар, осы жерде сюжеттің шешімі, Елес пен Тамиристің диалогын айтудың орнына мен сіздерге қазір жақсы бір видео көрсетсем, сол видеоны көрейік. Осы жерде балалар видео арқылы шығарманың сюжетінің шешімін көруге болады. Ал бастайық, тыңдаймыз. Экран көрініп тұр ма, балалар? Көрініп тұр. Жетісудың кең ортасына апарып, алтынға бөлеп, күміс табытқа салып көміңдер. Өлді деп ешкім айтпасын. Өлгенімізді ешкім білмесін. Сақ біткен бізді тірі деп түсінсін. Біз сан далаға әлі сан рет қанша ораламыз. Балаңды құрбандыққа шалдың. Байды құрбандыққа шалдың. Ай, дауыс шықпай тұр. Сүйгеніңнің басын алдың. Өзің ғана қалдың. Өзіңе не қалды? Не қалды? Сақ деген ел қалған жоқтан. Сақтың сардаласы жер қалған жоқтан. Жақсы. Балалар, өздеріңіз байқасаңыздар, қазір осы видеодан драманың шешімін ашып көрсеткен болатын. Енді ары қарай тапсырманы жалғастырамыз. Видео көріп отырсыздар. Келесі тапсырма, балалар, бізде қазір ойынға кезек береміз. Экранды ашайын қазір, балалар. Миллион кімге бұйырады ойынын бастаймыз қазір, балалар. Экран көрінді ма, балалар, сіздерге? Ленин капсы ашылды ма? Ашылды. Ашылды. Ал миллион кімге бұйырады екен? Бәріміз бірге қатысамыз. Экран көрінсе, сұраққа жауап береміз. Ал, балалар, ойынды бастайық. Аружан қол көтеріп отыр. Елес кемпір Б. Елес кемпір. Дұрыс. Ары қарай. Біз қазір 500 теңгенің сұрағына жауап бердік. Аружан тағы да қол көтеріп отыр. Тез қол көтереміз, балалар. Жанел қосылып жатыр бізге.
Апай, мен айтайыншы. Қолымды көтеріп. Спаргапсис. Паргапис. Ал сұрақ жауап бергендер, қол көтергендер. Ал Назерке сен айтып көр. Айтайыншы. Томиристің Спаргапис. аты? Паргапис. Назеркеден күтіп отырмын. Назерке жауап берсінші, ұйқысын ашсын. Томиристің ұлының аты Спаргапис. Дұрыс. Жауабы. Дұрыс. Ары қарай, бұл 1000 теңгелік жауап. Ары қарай, Кир көпір салған өзеннің аты. Қол көтереміз. Апай, мен айтайыншы. Айта ғой. Апай. Аракс. Амудария. Аракс. Амудария. Амудария. Аракс ежелгі атауы. Жақсы. Бұл бізде 5000 теңгелік жауап. Ары қарай. 3-ші құты сыбағасы. Яғни, бұл жерде оқиғаны еске түсірейік, мен кішкене толықтырып жіберейін. Бұл жерде жаңағы Томиристің Шұғыла деген бүркеншік атпен Кир патшалығына барған кезде екеуі бәске түседі ғой. Екеуі қолын кесіп, құтыға қанын құйып, екеуі уағдаласады. Ал, жауап береміз. 3-ші құтының сыбағасы не? Ойланайық. Не деп ойлайсыздар? Ерліктің. Ажалдың. Дұрыс айтасыздар. Ажалдың. Жақсы. Ары қарай келесі сомаға өтеміз. Кім жауап береді? Қол көтереміз. Кирдің Ане? Ары қарай. Келесі сұрақ. Аттан түспесең дейді. Томиристің мына жерде диалогы берілген, монологы. Аттан түспесең, шешінбей ұйықтасаң, шешінбей аш іссең дейді. Осыны балалар сабақтың эпиграфы ретінде алсақ болады. Керемет мына жерде ой жатыр. Баласын айтқан сөзі. Жауап береміз. Аттан түспесең сақтығың, шешінбей ұйықтасаң жауыңның көптігі, жесінбей аш жесең дауыңның көптігі. Қай вариант? С. Дұрыс. Дұрыс айтасыздар. Керемет жетістік балалар. Бүгін біз миллион кімге берады ойынын бәріміз бірге отырып жеңіп шықтық. Қазір осы ойынның сілтемесі мен сіздерге WhatsApp-қа жіберемін. Өздеріңіз жекелей ойнап көрсеңіздер болады. Жарайсыңдар балалар. Ойынға қатысқан Аружан, Томирис, бізде Еркеназ, Назерке, осы ойынға белсенді қатысқан оқушыларға мен бір балдан беремін. Жақсы. Енді ары қарай тапсырмаға көшеміз енді балалар. Ойын сәтті шықты деген ойдамын. Тапсырма балалар. Экран көрінді ма сіздерге? Балалар, экран көрініп тұр ма? Иә. Бірінші тапсырма. Мұқият боламыз. Бірінші тапсырма. Суреттер галереясы әдісі бойынша. Мына жерде 3 сурет алдым. Шығарманың, яғни драманың мазмұнын ашатын. Әрбір суреттің өзіндік ойы бар. Сурет бойынша драма идеясын тап, идея арқылы көтерілген мәселені анықта. Дескрипторды басшылыққа аламыз. Дәптерге тез орындауға болады. WhatsApp-тың чатына жазсаңыздар болады. Бірден жауап берсек те болады. Дескрипторды оқимын. Сурет бойынша драма идеясын табады 1 балл. Идея арқылы көтерілген мәселені анықтайды. Қане балалар? Экран көрінбей тұр ма? Экран көрінбей тұр. Басқаларыңызға ше? Жақсы. Ал көрінсе балалар, тез бірден жауап беруге болады. Мына сурет арқылы сіздер шығарманың идеясын бірден табуларыңызға болады. Өйткені біз бұл драманы 3-ші сабақ өткелі отырмыз балалар. Жусан, қазақтың ен даласы жылқы және Томиристің суреті. Қол көтеріп жауап беруге болады. Бір сөзбен, сөз тіркесімен ойдарыңызды айтсаңыздар болады балалар. Бұл жерде көп ойланудың қажет жоқ. Өйткені біздің сабағымыздың мақсатында жаңағы композициялық жоспар талдаған кезде ойын барысында біз осы суретке алып келетін әрекеттерді жасадық. Ал қане? Томирис. Адам қанын төкпейік, мекен. Ойымызды еркін айтамыз.
Жалпы туған жерді қорғау. Дұрыс, Ажар. тұрмын. Иә, Ажар дұрыс айтасың. Тағы да. Адам қанын төкпей. Иә, Томирис патшайым. Томирис патшаның жеңісі. дұрыс. Тағы да. Томирис Жанель, патшайымның қол көтеріп сөйлейміз. деген махаббат деп ойлаймын. Жақсы. Зейнұр не айтады екен? Зейнұр, сенің бір жақсы креативті ойларың бар еді ғой, айта қойшы. Томирис патшайым. Так, мен ойымша бұл апай сол бұрынғы сақтар кезіндегі біздің еліміздің былай айтқанда қысқаша сипаты сияқты. Мысалы, жылқылар, ашық аспан, біздің жылқыда отырған сақтардың патшайымы, енді аталған жусан барлығы осы біздің жеріміздің сипаты деп ойлаймын. Осы жердегі жусанның суретін тегін алып тұрған жоқпын. Келесі тапсырмада бұл жусанның мағынасы ашылатын болады. Жақсы балалар, енді осы тапсырма бойынша өздеріңізді тексеріп көріңіздерші, кім қаншалықты ойын дұрыс айта білді. Ал, экран көрінді ме? Өзіңізді тексеріңіз ал. Ал, экран көрінсе. Оқып берсін. Ажар, жақсылап оқып берші, драманың идеясы көтерілген мәселені. Драма идеясы көк аспанның астын, көз жетпейтін кең даланы мекен еткен сақтардың кеудесін ешкімге таттатпаған жауынгерлік ерлікті дәріптеу, өскелең ұрпаққа үлгі ету. Ал көтерілген мәселе жусан жер, қайысқан қалың сақ. Егер тамыры жұлынса, өзде құрап қаламыз. Бізді құл ғып ұстау қиын, тұяқ астында таталмайтын тәкаппар жұртпыз. Иә, сонда Томирис Кир патшасына барған кезде айтады ғой, жусан, құрап қалған жусаннан саған не пайда дейді. Сонда жусанды, қалың, қайысқан, қалың саққа теңейді. Жақсы, балалар, ойларыңыз сәйкестенді. Осы жерде мен Зейнұрға, Аружанға, Томириске бір-бірден бал беремін. Балдарыңызды жазып отырыңыздар, кейіннен күнделік кезекке түсіретін боламын. Жақсы, енді келесі екінші оқу тапсырмасына көшеміз балалар. Экран көрініп тұр ма сіздерге? Екінші оқу тапсырмасы 1, 2, 3, 4 әдісі бойынша шығарманың басты кейіпкерлерін анықтап, ұлттық мүдде тұрғысынан баға бересіздер. Мен бұл жерде драмадағы басты кейіпкерлерді алдым. Томирис, Балқаш, Спаргапис, Кир, Елес, Ардашир. Осы кейіпкерлердің кім екенін анықтайсыздар. Дескрипторды бір рет қарап өтіңіздер. Экран көрініп тұр ма балалар сіздерге жақсы? Иә. Даусым ше? Иә. Естіліп тұр. Жақсы, ал. Милана қайта Жанел шығып кеттің ау. Жарайды. Шығарма кейіпкерін табасыздар, кім екенін анықтайсыздар. Ұлттық мүдде тұрғысынан кейіпкерге баға беріңіздер. Дәптеріңізді ашып жазайық, балалар. Нақты жазыңыздар. Кім драмадағы кейіпкердің орны, және ол кейіпкерге баға беріңіздер. Видеомызды қосып қоямыз. Аружан жазып бастады, көріп отырмын. Томирис бастады. Еркеназ бастады, жазып отыр. Жазып бастадым деп белгі берсеңіздер де болады. Жазып бастадым. Жақсы. Енді осы жерде Zoom платформасының мүмкіншіліктерін пайдаланбайсыздар ма, балалар? Құс белгісі, несін қоятын не бар, шартты белгілер бар. Смайликтерді пайдаланыңыздар. Анель отыр, Аружан, Нұрбану, Назерке, Ажар,
Жанель, Тамирис, Еркеназ, Зейнұр, Саяжан. Қол көтеріп отыр бір оқушы. Кім болды? Анель, сен болдың ба? Жоқ апай, Балалар, қазір. барлық кейіпкерді қазір уақытты көп ұстамай, ішінен кейіпкерлерді бөліп алсақ та болады. Солай ұтқанымыз дұрыс шығар, балалар. Қалай ойлайсыздар? Тездетейік. Онда мен бөліп берейін. Тамиристі алады, Тамиристің өзі алсын. Біздің сыныпта Тамирис бар ғой, Тамиристі жазсын. Балқашты жазады Нұрбану. Спаргаписті жазсын Зейнұр. Кирді жазсын Анель. Елесті жазады Еркеназ. Ардашырды жазады кімге береміз? Миланаға берейік. Ал тездетейік. Анель, қол көтеріп отырсың ғой, дайын ба жауап? Жоқ апай. Қол көтермедім. Балалар боламыз. Мұғалімдер бір кіріп, бір шығып жатыр. Қане балалар? Так, тездетейік балалар. Енді өте оңай тапсырма беріп тұрмын. Бұл жерде басты мақсат балалар, шығарма кейіпкеріне баға берулеріңіз керек. Ұлттық мүддені басшылыққа аласыздар. Нұрбану, дайынбыз ба? Қазір апай кішкене қалды. 3 балдық жұмыс. Тездетейік балалар. Егер уақытымызды үлгермей жатсақ, балалар, келесі 3-ші оқу тапсырмасын біз үйде орындауға, яғни сабақтан кейін орындауға беремін. Енді уақыттың ыңғайына қарай көреміз. Тездетейік балалар. Енді барлық кейіпкерді қамтымасақ та, қазір жазғандарыңызды оқыңыздар. Тамирис, қане, оқи қойшы енді. Сенікі өте жеңіл ғой енді, басты кейіпкер. Тамиристі білмейтін оқушы кемде кем. Оқулықта да Тамирис, дәуірімізге дейін. Даусың шығар. Дәуірімізге дейін 530 жылдар шамасында өмір сүрген біздің арғы тегіміз Сақ патшайымы Тамирис. 4 құбыланың тұтас билеушісі атанған Парсы патшасы. Жақсы. Ең бірінші орынға өз өмірін емес, халқының өмірін ойлаған, өз елі жер үшін бәріне баратын ханшайым болған. Тамиристің бойына қандай қасиетті өзіңе алуға аласың? Бойындағы ең ұлтқа тән ерекше қасиет. Батылдығы. Батылдығы. Өте жақсы. Ары қарай, келесі. Қол көтеріп отырған оқушылар. Так, Анель, Аружан дайынсың ғой, Аружан айта ғой. Балқаш Тамиристің күйеуі, Сақпен туыстас Тиргахаут деген тайпаның бас сардары.
Дұрыс. Ол өте адал, маған және де батыл, әйелінің намысы мен өзінің ұлы үшін кек алу мақсатында ол кирдің басын алып келген болатын. Сонымен қатар өзінің батылдығын біз әйеліне жабылған жаланы өз мойнына алғанынан байқай аламыз. Өте жақсы, жарайсың. Ары қарай, Спаргапис. Ең басты кейіпкердің бірі. Томиристің ұлы. Қазір бізге нақты адам бойына қажетті құндылықтар, қасиеттер осы шығармадан көруге болады. Ең бір маңызды шығарма қазір. Оқып, қойылымды көрсеңіздер де болады. Дайын еместер, ал кирді кім алды? Тездетейік енді балалар, жылдамдатайық. Елес. Кирді мен алдым. Аха. Оқу ғой. Кир парсы көсемі, патшалардың патшасының ұлы Кир, елдің байлығы деп жаздым. Дұрыс айтады. Билік құмарлығы соншалық, патшалардың патшасымын деген екен. Патшасы ұлы Кир, елдің байлығы, парсы көсемі. Кирдің бойынан қандай қасиетті байқадық? Билік құмарлық. Кир мен Томирис екеуі алаққан кезі бір-біріне сезім білдірді. Дүние қоңыздық. Енді бұл жерде айтып отырғаның дұрыс, екеуінің арасында сезім пайда болды. Өйткені Кирда сымбатты, сұлу деп суреттеледі. Томиристе ақылына көркі сай дейді. Екеуі бір-біріне осы жерде сезім оянған шығарманың дамуында. Жақсы, өте жақсы. Ары қарай Елес. Елес кім? Елес образы арқылы Аружан қол көтеріп отыр. Аружан айта ғой. Елес бәрін біліп отыратын, ол көріккел кемпір болатын, ол өте айлакер болатын бір жағынан. Және де оның адалдығын біз Томириске қызмет атқарғанынан байқай аламыз. Оның арқасында Томирис Кирдің жоспарының бірін біліп қойды десек те болады. Өте жақсы, өте жақсы. Қандай жоспарын біліп қойды? Амудария өзенінің бойында көпір салып жатқандығы жайлы біліп қойды. Соны біліп қояды. Шұғыламен бүркеншек атпен барып Кирді не істейді? Өзіне баурап алады. Бұл жерде Томиристің әйел ретінде айлакерлігін байқауға барады. Жақсы, Ардашир. Ардаширді кім айтады? Тездетейік балалар енді. Нағыз қызықты тапсырма. Сіздер кейіпкердің образын ашу арқылы оның бойында қасиеттерді анықтап отырсыздар. Ардашир сатқын емес па? Сатқын. Массагеттердің көсемі. Сатқындың қай жерден байқадық? Томиристің баласы Спаргаписті дұрыс жолдан тайдырады. Осын. Ең басты. Билікке қарай тартады. Яғни Томиристің күйеуі Балқашты ту сыртынан уланған оқпен атып өлтіреді. Жерге деген Ардаширдің құмарлығы, тойымсыздық. Жақсы балалар. Маскелеттердің көсемі. Өте жақсы. Енді ойларыңызды салыстырып көріңіздер. Міне экранға жалпы мен ықтимал жауаптарды жазып қойдым. Сіздердің жазған, айтқан жауаптарыңызбен сәйкес келеді. Экран көрініп тұр ма? Көрінді ме? Енді ойларыңыз сәйкес келді балалар. Мен қазір қуанып отырмын, сіздердің осындай шығарма кейіпкерлеріне жалпы драмаға өзіндік баға беріп, ұлттық құндылықтарды анықтадыңыздар. Жақсы. Енді балалар, қазір мен 3-ші оқу тапсырмасын түсіндіріп өтемін. Ол тапсырманы сіздер жазып WhatsApp-қа жіберсеңіздер болады. 3-ші тапсырма. Мен экранды көрсетіп жібердім. 3-ші тапсырма. Мысалдарды оқып, өз ойыңды жинақтап, үзінділерден ұлттық құндылықтарды анықтайсыздар. Мен қазір мына жерде бағана суретте де айтқанмын, 3-ші тапсырмамыз байланысады деп. Міне. Жусан қайысқан қалыңсақ. Біз көк аспан астында көз жетпейтін далада еркін өскен елміз. Егер тамырымыз жұлынса, бізде қурап жоқ боламыз. Бізді құлғып ұстау қиын, тұяқ астында тапталмайтын тәкаппар жұртпыз. Патшалардың патшасы, саған қураған шөптің не қажеті бар деп. Кирге Томиристің айтқан сөзі. Осыдан не байқайсыздар? Одан кейін шығарманың шешімі, драманың соңындағы Елес пен Томиристің диалогынан алдым. Балаңды құрбандыққа шалдың, байды құрбандыққа шалдың.
Сүйгеніңнің басын алдың, өзің ғана қалдың. Өзіңе не қалды дейді. Сонда Томиристің жауабы: сақ деген ел қалған жоқ па? Сақтың сары даласы жер қалған жоқ па дейді. Осы жерде енді дескрипторға қараймыз. Мысалдар түсініп оқисыздар. Ойыңызды жинақтайсыз, үзіндіден ұлттық құндылықты анықтайсыз. 2 үзінді бердім, 2 үзіндіге бір-бірден балл. Балалар, бұл тапсырманы дәптерге жазып, орындайсыздар. Бастасаңыздар болады. Тапсырма түсінікті Апай, тақтай көрінбей тұр. Болды. Тапсырма түсінікті ме? Сұрақ қоямыз, сұраймыз. 2 үзіндіде жаңа сюжеттің композициялық жоспарында видеода мен көрсеттім. Орындаймыз балалар тапсырманы. Сөзбен, сөз тіркесімен бірден жазсаңыздар болады. Тапсырма түсінікті ме балалар? Иә. Жақсы, онда іске сәт. Балалар, енді осы жерде айта кетейін. Бүгін сабақтың рефлексиясын Padlet тақтасы арқылы маған кері байланыс жасайсыздар. Мен сілтемесін қазір WhatsApp-қа жіберем. Сол жерден жауап берсеңіздер болады. Енді тақтамен қалай жұмыс жасау керектігі мен көрсетіп өтейін, айтып өтейін уақыттарыңызды. Экран көрініп тұрса, мына сілтемені сізге жіберем. Сілтемені ашып кіргеннен кейін, міне тақта шығады, мынадай тақтаның белгісі. Тақтаға өткеннен кейін рефлексия батырмасын басасыз. Сол жерге атыңызды жазасыздар, сабақтан алған әсеріңізді сөйлеумен, не болмаса шартты белгілер, смайликтер арқылы рефлексия жасайсыздар. Сілтемесін WhatsApp-қа жіберемін. Балалар, осы жерде сабаққа рефлексия жасаған кезде бағалау критерийін басшы қаласыздар. Бүгінгі сабақ барысында Шахимарден Құсайыновтың Томирис драмасында көтерілген мәселені анықтай алдық па? Сіз анықтай алдыңыз ба? Көтерілген мәселе бойынша ұлттық мүдде тұрғысынан талдай алдық па? Сіз талдай алдыңыз ба? Шығармадан үзінділерді қолдандыңыз ба? Қолдана алдық па? Осы бойынша өздеріңіздің ойларыңызды Padlet тақтасында жазсаңыздар болады. Мүмкін балалар 3-ші тапсырманы орындап болған оқушылар болса, айтуға болады. Онлайн мектепке бізге уақыт қалмайтын сияқты. Үйде орындаймыз оны. Ал қане балалар, болған оқушылар болса, ойымызды жинақтап айтып көрейік. 2 үзіндіде де үлкен ой жатыр. Біреуі сақ патшасы Кирге арналған үзінді, екіншісі Елес пен Томиристің арасындағы диалог. 100-ден асқан сәуегей кемпірдің, жәдігөйдің сөзі арқылы Томиристің оған берген жауабы. Қандай қорытынды жасауға болады? Қураған шөп, қураған жусаннан саған не пайда дейді? Сабақ аяқталуға 3 минут уақыт қалды, балалар. 2 минут жазғандарыңыздың енді 1-2 сөйлем жазылды деп ойлаймыз. Оқып беріңіздер, балалар. Сосын аяқтап, топқа жібере жатарсыздар. Нұрбану, дайынбыз ба? Оқи ғой. Нұрбану біткен сияқты, сенімді отыр. Апай, мен өзімнің ойымды айтайын. Айта ғой. Әрине сенің ойың құнды. Жусан
қайысқан қалың сақ деген өзінің жерін, елін сақтап қалу мақсатында, келісімге келу мақсатында айтылған деп ойлаймын бұл жерде.